Павлодар тұрғыны түрмеге телефонды гриль тауыққа жасырып өткізбек болған. Рентген қондырғысының арқасында сәлемдемені тексеру кезінде тыйым салынған заттар тәркіленді. Павлодарда тергеу изоляторына гриль тауықтарға телефон салып өткізбек болған ер адам ұсталды деп хабарлайды Түркістан KZ. Павлодар News KZ сайтының мәліметінше, сәлемдеменің ішіне 2 ұялы телефон, 3 роутер, сим-карталар салынған. Пайдалануға тыйым салынған заттар рентген қондырғысын қолдану арқылы анықталып тәркіленді. 44 жастағы қала тұрғыны әкелген заттарды 3 гриль тауықтың ішіне жасырған. Сәлемдеме денсаулыққа ауыр зиян келтіргені үшін жазасын атап өткен 38 жастағы сотталғанға арналған. Тыйым салынған заттар салынған сәлемдемені сотталған адамның танысы әкелген. Рентген қондырғысының арқасында сәлемдемені тексеру кезінде тыйым салынған заттар тәркіленді, дейді номер 63 мекеме бастығы Берік Рахимов. Тергеу изоляторының қызметкерлері сотталғандармен және олардың туыстарымен сәлемдемелерді жеткізу және мекемеге бару кезінде тыйым салынған заттарды алып жүруге жол бермеу туралы жүйелі түрде әңгімелесу жүргізеді. Дегенмен келушілер заң алдында жауапкершілікке әкеп соғатын құқық бұзушылықтарды әлі де жалғастырудан тайынбайды. Ер адамға қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, материалдар сотқа жіберілді.